Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Менің аты жөнім Берікболова Назгүл Нұғманқызы, авиация колледжінің физика пәнінің оқытушысы. Бүгінгі тақырыбымыз динамика бөлімі. Қарастырылатын сұрақтар: динамика бөлімі нені оқытады? Табиғаттағы күштер, Ньютонның бірінші, екінші, үшінші заңы, бүкіл әлемдік тартылыс заңы және динамометр қандай құрал? Бірінші, динамика бөлімі нені оқытады? Динамика бөлімі бұл механиканың бір бөлімі. Денелердің қозғалысын және оның осы қозғалысқа әсер ететін күштерді зерттейтін бөлім. Динамика денелердің қозғалысының заңдылықтарын түсіндіреді және олардың қозғалысын сипаттау үшін күштер мен массалар арасындағы байланысты қарастырады. Екінші, инерттілік. Инерттілік дегенімізді қалай түсінеміз? Инерттілік дененің қозғалысын және тыныштық күйін өзгертуге бағытталған әрекеттерге қарсыласу қасиеті бар физикалық шама. Масса килограммен өлшенеді. Ньютонның бірінші заңы былай тұжырымдалады: егер денеге басқа денелер әсер етпесе, ол өзінің тыныштық күйін немесе түзу сызықты бір қалыпты күйін сақтайды. Ньютонның екінші заңы F тең m көбейту a. Яғни дененің алатын үдеуі күшке тура пропорционал, массаға кері пропорционал. Мұндағы біздегі F дегеніміз күш, өлшем бірлігі Ньютон, m дегеніміз масса, өлшем бірлігі килограмм, a дегеніміз үдеу, өлшем бірлігі метр секунд квадрат. Ары қарай Ньютонның үшінші заңы F1 векторлық шама тең минус F2 векторлық шама. Яғни денеге әсер ететін күштер модулі бойынша бірдей, ал бағыты бойынша қарама-қарсы күшпен әсер етеді. Күш, жалпы күш физикалық шама. Күш F әрпімен белгіленеді. Өлшейтін құрал динамометр деп аталады. Күштің өлшем бірлігі Ньютон. Табиғаттағы күштер. Табиғатта әртүрлі күштер болады. Мысалы, соның ішінде ауырлық күші. Барлығымыз білетіндей, ауырлық күші төмен бағытталған. Әрқашанда ауырлық күшінің бағыты төмен бағытталады. F ауырлық, яғни ауырлық күші, m көбейту g. m дегеніміз масса, өлшем бірлігі килограмм, g дегеніміз балалар еркін түсу үдеуі, өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат. Бұл еркін түсу үдеуі тұрақты шама. Сан мәні 9,18 метр секундқа тең. Екінші, нормаль күші n әрпімен белгіленеді. Нормаль күші бұл дененің өзі жанасып тұрған бетке перпендикуляр түсіретін күш. Нормаль күш n тең m көбейту g, немесе n тең m көбейту g косинус альфа. Үйкеліс күші. Үйкеліс күші F үйкеліс барлығымыз білеміз, мю көбейтілген n. Мұндағы мю дегеніміз бізде үйкеліс коэффициенті деп аталады. Ал n дегеніміз ана өтіп кеткендей реакция күші. Ол n көбейту g-ға тең. Сол себептен формуламыз n-нің орнына өз мәнін қоямыз. Сол кезде бізде формуламыз F үйкеліс тең мю көбейту n немесе мю көбейту n көбейту g. G дегеніміз еркін түсу үдеуі, сан мәні 9,18 метр секунд квадратқа тең. Үйкеліс күшінің бірнеше түрлері бар. Тыныштық үйкеліс күші, сырғанау үйкеліс күші, домалау үйкеліс күші. Бірінші, тыныштық үйкеліс күші. Денелер бір-біріне қатысты тыныштық қалпын сақтаса, ол күш тыныштық үйкеліс күші деп аталады. Екінші, сырғанау. Мысалы, шана. Бір дене екінші дененің бетімен сырғанаған жағдайда жанасатын бет материалына тәуелді болады. Бұл сырғанау үйкеліс күші. Бұған мысалы шананы алуға болады. Домалау үйкеліс күшіне мысалы доңғалақтарды алуға болады. Дөңгелектердің айналу жағдайы бұл жерде домалау үйкеліс күшіне мысал бола алады. Серпімділік күші немесе Гук заңы деп аталады. Дененің созылуы немесе сығылуы кезінде серпімділік күшінің модулі
дене ұзындығының өзгеруіне тура пропорционал шаманы серпімділік күші деп атаймыз, немесе Гук заңы деп атаймыз. Бұл заң былай жазылады: F тең К көбейтілген X. Мұндағы К дегеніміз балалар қатаңдық, өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр. X дегеніміз серіппенің ұзаруы, өлшем бірлігі метр. Бұған мысалы пружиналарды алсақ болады. Қатаңдық коэффициенті К әрпімен белгіленеді, серіппенің қатаңдығы, өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр. Дененің серпімділік қасиетін сипаттайтын және дененің жасалған материалдың пішіні мен өлшеміне байланысты болады. Динамометр. Динамометр дегеніміз барлығымыз білеміз, күшті өлшеуге арналған құрал. Тартылыс күші. Тартылыс күші былай тұжырымдалады: массалары М1 және М2 кез келген екі материалдық бөлшек бір-біріне олардың массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал және арақашықтықтарының квадраттарына кері пропорционал күшпен тартылады. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы, бұл заңды Ньютон ашты. Барлығымыз білеміз, бүкіл әлемдік тартылыс заңы былай тұжырымдалады: бүкіл әлемдік тартылыс заңы гравитация, яғни екі дененің бір-біріне тартылуы туралы заң. Бұл заң былай жазылады: F тең G гравитациялық тұрақты, масса бірінші дене көбейту масса екінші дене бөлінген арақашықтықтың квадраты. Бұл жердегі G дегеніміз балалар гравитация тұрақтысы, сан мәні 6,167 көбейту 10⁻11 дәрежесі, ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген килограмм, ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген килограмм квадрат. М1, М2 дегеніміз бірінші, екінші дененің массасы, R дегеніміз арақашықтық, G дегеніміз жаңа айтып өткендей гравитациялық тұрақты. Жалпы балалар, бұл өте үлкен бөлім. Бұны қорытындылай келе, барлығымыз білетіндей, динамика бөлімі физиканың қозғалыс себептерін және денелерге әсер етпейтін күштерді зерттейтін бөлім деді. Екінші біздің ұғымымыз инерттілік, дененің сыртқы күштер әсер етпегенде өзінің қозғалыс күйін сақтауға бейімделген шама. Ньютонның бірінші, екінші, үшінші заңы. Одан кейін бүкіл әлемдік тартылыс заңы және табиғаттағы күштер, күштердің түрлері, қатаңдық коэффициенті, оның өлшем бірліктері қалай өлшенетіні, күшті өлшеуге арналған құрал қалай аталады, динамометр деп аталады. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы кім ашты, қай жылы ашты, барлығымен таныстыңыздар. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы Ньютон ашты. Пайдаланылған әдебиеттер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.